Қазір ғана футболдан келдім. Сондай бақыттымын. Футболда өзімді күшті сезінемін, балаша. Және мен балалармен топта қатысамын. Маған жиі осындай сұрақ келеді: неге балалармен қатысасыз, неге үлкендермен қатыспайсыз деп. Біріншіден, таңғы уақытқа үлкендердің тобын табу өте қиын. Екіншіден, мына жер үйіме өте жақын. Бірақ үшінші тағы да бір маңызды себеп: білесіздер ме, басында мен қатысқанда кішкене қысылдым. Балалармен мен үлкен болып не істеймін деп. Бірақ кішкене ұстазмен сөйлесіп және сол балаларға қарап, мен байқағаным, балалардың деген бір өмірге деген анық көзқарасы бар да, таза. Олар осы өмірді тікелей сүріп жатқан секілді. Эмоция бар ма? Сол эмоцияны сыртқа шығарады. Қуаныш бар ма? Қуанады. Олар және өмір арасында бір ештеңе жоқ сияқты таза өмірді қабылдайды. Ал біз ересектер, білесіздер ме, бізде эмоциялар, хотелкаларымыз, өзімізді кейде кінәлауымыз, кем санауымыз, біз және өмірдің арасында көп осындай артық ақпарат, эмоция, ойлар бар да. Және негізі балалармен бір топта қатысып жүргеніме қуанамын. Себебі олардан көп үйрене алатын, ала алатын нәрсем бар. Олардың энергетикасы, өмірге деген андай оңай көзқарасы. Сол үшін мен қуаныштымын.